Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір біз 9-шы сыныптардың ұбт-да жиі кездесетін векторларға байланысты мынандай есебін қараймыз. Бұл есепте векторлардың бірнеше тақырыптары қамтылады, сондықтан мұқият болыңыздар. А және Б, С үш нүкте берілген. Егер осы үш нүкте үшбұрыштың төбелерінің координаты болатын болса, онда косинус А-ны табу керек. Ол үшін бірінші косинус А-ны табудан бастайық. Егер А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі А векторының ұзындығын Б векторының ұзындығына және косинус фиға, яғни екі вектордың арасындағы бұрыштың көбейтіндісіне тең екенін білеміз. Осы формуладан косинус фи тең болады екі вектордың скаляр көбейтіндісін олардың ұзындықтарының көбейтіндісіне бөлеміз. Осы формуланы пайдаланып, енді біз шығаратын боламыз. Мысалға, үшбұрышты мен былайынан А, Б, С деп ала салайын. Маған А бұрышының косинусы керек. Ендеше мына бұрыштың косинусы керек. А бұрышын құрап тұрған векторлар қандай векторлар? А, Б векторы және АС векторы. Ендеше осы А, Б және АС векторларының ұзындығын табудан бастаймыз. А, Б векторының ұзындығын табайын. Ол үшін вектордың ұзындығын таппас бұрын мен бірінші координатын табайын. А, Б векторының координатын табу үшін ұшынан басының координатын азайтатын боламын. Ендеше Б нүктесінің координатынан А нүктесінің координатын азайтамыз. 4-тен 1-ді аламыз. Бірінші координаттан бірінші координатты аламыз. 4-тен 1-ді алсақ 3 болады. 1-ден 1-ді алсақ 0 болады. АБ векторының координаты 3-те 0 болды. Енді АБ векторының ұзындығын табу үшін, жалғасып кетпес үшін, АБ векторының ұзындығын табу үшін вектордың әр координатын квадраттап, 3-ті квадраттап, қосам 0-ді квадраттап, қосып түбірден шығаратын боламыз. Бұл жерден 3 шығатын көріп тұрмыз. Тура сол сияқты енді бізге АС векторының координаты керек және ұзындығы керек. Ал кеттік. Ендеше АС векторының координаты ол үшін ұшынан басын аламыз. Демек С-дан алатын боламыз. 4-тен 1-ді аламын 3. 5-тен 1-ді аламын 4 болады. Демек АС векторының координаты 3-те 4 екен. Ал енді АС векторының ұзындығын табу үшін мына формулаға саламыз. 3-ті квадраттаймын. Қосамын 4-ті квадраттап. Бұл бізде 9 қосылған 16, 25, одан 5 шығады. Енді келіп АБ АС векторларының ұзындығын тауып қойдық. Мына формулаға салатын боламыз. Косинус А тең екі вектордың скаляр көбейтіндісі. Яғни осы А векторын құрап тұрған екі вектордың скаляр көбейтіндісі. АБ көбейтілген АС және АБ менен АС векторларының ұзындықтары тең болады. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі дегеніміз ол векторлардың сәйкес координаттарын көбейтіп қосатын боламыз. 3-ке 3-ті көбейтемін. Қосамын, 0-ге 4-ті көбейтіп. Ал бөлемін ұзындықтарына. Ұзындықтар бізде табылып тұр. Ол 3 пен 5. Ендеше мұнда 9 шығады. Мұнда 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15. Қысқартып жібере салатын болсам, менде 5-тен 3 шығады екен. Демек косинус А 5-тен 3-ге тең.